Астанада өндірістік альпинистер 9-шы қабаттан құлап екеуі көз жұмды. Тағы екеуі жан сақтау бөлімінде жатыр. Жағдайлары тым ауыр, қабырға, жамбас сүйектері сынып, ішкі құрылыстарына зақым келген. Жазым болған жас жігіттердің 4-еуі де нәпақа табуға өңірлерден келіпті. Полиция қылмыстық іс қозғап тергеуді бастады. Ал осы салада ондаған жыл тәжірибесі мамандар қайғылы жағдайға себеп болуы мүмкін болжамдарымен бөлісті. Астаналық әріптесім Айғаным Достанбай мән-жайды анықтап көрді. Оқыс жағдай кеше түс ауа мына біз тұрған құрылыс алаңында болған. Өрімдей жап-жас альпинистер жаңадан салынып жатқан осы тұрғын үйдің 9-шы қабатынан құлап кеткен. Бір емес, екі емес, 4-еуінің бірдей құлдилауына не себеп болғаны әзірге белгісіз. Жалпы оқиғаны өз көзімен көрмесе де, ұзын құлақтан естігендердің айтуы бойынша терезені жуып жүрген альпинистердің қорғаныш жіптері үзіліп кеткен болуы мүмкін. Трагедия болған құрылыс аумағында қыбыр еткен жанды байқау мүмкін емес. Көзге көрінгендердің өзі құдды бір-бірімен келісіп алғандай аң-таң. Тапа-тал түстегі оқыс жағдайды көрмек түгелі естімегенде. Осылайша Астананы былай қойғанда күллі ел бойынша ең беделді деген құрылыс компаниясының жеке аумағына аттап басу мүмкін болмады. Тек бүгін ғана кезекшілігі ауысқан күзетшіні сөзге тартудың сәті түсті. Өз көзімен көрмеген, бірақ терезенің жан-жағын бітеп жатқанда жіптері үзіліп кетті дегенді естідім дейді. Терезелерді бітеді ол. Терезені бітіп жатқан кезде. Жуат, налады. Сонда құлаған. Айтып жатқан жоқ па, не себеп болған, не үзіліп кетті деген? Жоқ, Биіктен құлаған бетте алған ауыр жарақатынан 4-еудің бірі сол оқиға орнында жан тәсілім етіпті. Ауруханаға жеткізілгенде қалған 3-еуінің де жағдайы тым ауыр болған. Қабырға, жамбас сүйектері сынып, ішкі ағзалары зақымданған екен. Дереу операция жасалғанымен араға тәулік салып, тағы бір альпинистің ақтық демі үзілді. Қазір науқастардың екеуі де жан сақтау бөлімде жатыр. Жағдайлары сол күйі ауыр. Олардың өмірі үшін күресудеміз. Көп қан жоғалтқан, ішкі ағзаларда қатты зақымданған. Белгілі болғандай, 4 жігіттің 4-еуі де Астана тұрғын емес. Әр өңірден нәпақа табуға келгендер. Біреуі 21-де, қалғандары 24 жаста. Полиция департаменті қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Құрылыс алаңында жұмысшылардың құлау фактісіне орай Астана қаласы полиция департаменті Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 277 бабы 3 бөлігі бойынша құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтамағаны үшін сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Бірқатар сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Астанадағы зәулім ғимараттардың тазалығын сақтап, талай уақыттан бері қызмет көрсетіп жүрген Нұрбол Әлиевтің бұл салада 10 жылдық тәжірибесі бар. 4 альпинистің бірден бір мезетте құлауы сирек кездесетін жағдай дейді маман. Бір ғана себеп болуы мүмкін, 4-еуінің де жібі бір жерге байланып, оның беріктігін ешкімнің тексермеуі осындай трагедияға алып келген деп болжайды. Бізде альпинистерде 2 жіп болады. Біреу основной, біреу страховочный. Біреу үзілсе де, екіншісі стап қалады. И 4 адам одновременно құлау деген мүмкін емес. Олар бір жерден байлады, сол үшін трос па, жіп па, 4-еуінде салмағын көтермей, сол үшін обрыв болды. Біріншіден өздерінен кінә, олар оқымады. Екіншіден ТБшниктер. ТБшниктер тексеру керек, қай жерге қалай байлайды, қандай узел істеді. 4 жігіттің биіктен құлауы осы саладағы қордаланған басқа да сан түрлі проблеманың шетін шығарды. Мәселен, мына көк түсті құжатты алу үшін өзгелер күні-түні тер төгіп еңбектенеді. Ал оған ерінгендері 25 мың теңгеге сатып ала салады. Бас шаһардағы тұрғын үйлердің 80%-ында альпинистер үшін жағдай жасалмағанын ескерсек, кез келген шалыс қадам трагедияға алып келуі мүмкін екенін аңғару қиын емес. Елордадан Айғаным Достанбай, Айбол Садуов, КТК.